Ең алдымен шығарылымды көрмес бұрын біз өзіміздің YouTube арнамыздың оқырмандары арасында ең қызықты комментарий жазған оқырманымызға ақшалай сыйлық беретінімізді ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен біздің каналға тіркел және де қызықты комментарий жазып ақшалай ұтыстың иесі бол. Армысыздар, біздің Айрат Нұртас арнасының сүйікті көрермендері. Бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде құтты қонақ келіп отыр. Микрофон. Бірден бастап кетті бәрі. Түсін алмайық, айып бірінші рет келіп отырмыз. Біздің ағамыз, Жайдармандағы ағамыз. Таныс қояйық жігіттер. Жан ағамыз. Мен Манасты ғана танимын осы жерде. Біраз танимын. Қызылордалық екенін танимын. Медет. Диас бол. Диас. Нұрбек. Точно? Нұрбек деген жараспай қалды ма? Ауыстырайын ба? Медет боламын мен де. Жоқ. Аты ұзақ сияқты ма андай? Сондай сияқты я бір. Шын атымды айтайын ба? Асфендияр Қасым. Ой, бұл ұзақ екен. Құттыбай мен. Құтты болсын. Жаңа есім. Жоқ, жүздерін көріп жүрміз, көріп те жүрміз. Ойын қарап жүрміз ғой, бізде. Выпусктың ортасында тағы бір танысып алатындай ат па андай ұзақ. Мағрипа бұл болайын. Құттыбай ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Шапалақ ұрып отырса осы жерде Қандай бағдарлама аты? Бұл хихикая. Қайқа келген білмеймін. Нем құрайла. Шалама. Баратын жер жоқ па? Сізді енді білесіз, уже бір аптадай болды, артыңызда жүрміз, кеңші. Жалынып, Қараймыз, звондамайсыздар. Қош келдіңіз. Рахмет. Алматыда қайдан жүрсіз? Или Алматыға көшіп келдіңіз ба? Қоныс ауыстырып жатырмын, былай келіп жатырмын, Алматыға көріп жатырмын. Енді үлкен қала болғаннан кейін бәрі сия береді екен ғой бұл жерде. Көңіл сыйса, бәрі сия. Титаник бәрі сия. Титаник тұрды да. Көзімді ашқан Титаник десең. ояқта тұрдыңыз ба или? Тұрып қарап жүрдім. Просто барып қайдыңыз ба? Гриб жинап отырмын десең. Посуд ішіне көп тұрдыңыз ба? Немен жаңа Джонсон Бибимен айналыстым. Ой, рахмет. Кішкентай балалар көп пе екен ол жақта? Манас төлесін, Қош келдіңіз. Қалайсыздар? Мен бар ғой, Құттыбай ағаны любой жерде көріп қала беремін. Бүгін де білмедім негізі. И мен айтып берейін сендерге патологын. Біз балдармен 8 баладай болып Турцияға барамыз ғой. И Турцияда, Стамбулда кетіп баратсақ, Көшеде просто. көшеде кетіп баратсақ, бір бұрышта бір кісілер билеп, андай камерамен бірдеңе түсіріп жатыр да, қызық болып кетті да, не түсіріп жатыр екен деп ше. Түрік актерлар шығар деп барып тұрсын. Барсақ, Құттыбай ағам клип түсіріп жүр ғой. Прикинь. Енді Түркияға барғанда адам демалуға, анау-мынауға қыдыруға барады ғой. Мен просто жұмыспен бардым да. Мен қаңғыру не емес, чисто 2 күнде 2 клип түсіріп алған соң ғой. Жұмыспен декорацияда ана жерде. Көше бәрі декорация. Рахат түсіре бересіз. Қатты таң қалдым сол кезде ше. Прикинь, сіздер шақырдыңыздар ғой мені. Иә. Бір сериалға сыныптастардың бір или бір басқа бір кино ма бірдеңе. Он сол сізді сол жақта көргеннен кейін Просто шақыра салып десе. Бір кино бірдеңе түсіріп жатыр екен, соған мен просто әшейін пешоқта өтіп баратқанмын. Арнайы алдыртты деп сторис салдыңыз ба? Қазақстан Арнайы алдыртты деп. Сен мені шақырды деп ше. Бағдарлама басталмай тұрып бір клип ұртсадыңыз, Қалай жылына мен бір ән шығарамын. 2022-де бір ән шығардым. Сол клип түсіре бересіз, әртүрлі. Мен Алматы анау жерде түсірмеймін, Түркияда, шетелде. Неғып ол әндерді естімей жатырық. Құр шығара бересіз. Жоқ, оны өзің тыңдай дейсің. Жұртқа керек емес. Жұртқа керек емес, өзің тыңдай. Андай интереске жазып жүрмі әнді. Интереске спрос жоқ болған. Оқи басталып кетіп отыр. өстіп өзі басталады әңгімемен. Жібітіп алады. Негізі осындай. Аха, күшті сындыра дегенсің. Сындым. Бізде енді резиденттер қазір бір-бір оқиғаларын айтады, соны талдаймыз ортасында. Соны тауып отыруымыз керек па? Негізі бір кішігірім әңгіме ше, мысалы Құттыбай ағаны сендер қай кезден бастап көрдіңдер? Мен мысалы андай 6303 деген андай кнопочный не бар ғой, соған сіздің ойындарыңызды скачать етіп алып, неге мектепке барғанға дейін қыста жаурап болсын көріп баратын. Жоқ, шын андай несіз емес. Неге үйде көрмейсің оны? Үйінде телевизор жоқ. Неге өзі әбіршіп жүрсің? Қорқынышты үйде көруге болмайды ғой. Қорқынышты ғой біз.
мен өзім білмеймін сізді сөйтіп көрген жаурап көрген ұнай ма? рахмет. барынша қиындықпен андай Мен сөйтіп таныған теледидардан көрдім. Иә, Түрлі мен де түсті. сол. Бізді қатты қинаған командалардың біз негізі қатты қиналған командалар. Мысалға бір жылда ма жоқ ойын қалай болады өзі? Ойын қызық болады негізі. Жоқ, Жайдарман 2 жыл болады. қатарынан 3-ші орын алу деген өте қиын. Өте ауыр, өте иә, қиын. иә. Барасын бермейді как раз. Ну, Шаншармен тіресетін кездер еді. ғой. Жайдарман. Шаншар біздің әзілдерді алатын. иә әнекей Қыз қуу деген шуткамызды алған мысалы. Қай несінде? Ол Шаншардың оны молодежь өзі КВНщиктер бір жігіттер қосылып жүрген кезде Иә, театрға. иә, иә. Сол кезде КВН ойнайтын бір блоктар Иә, болды. иә, иә. Сосын Уәлібекпен іреп оқитын жерлер бар ғой. Тура сол жерде біздің шуткамыз келіп қалды. Патрон ойнап отыр ғой. Оны сұрап алған жоқ, иә? Сен әңгіме айтып отыра берсек қалай? Осы қызық, иә? Историяға көшсең қызық емессің ғой. Жоқ, бірақ шынымен Құттыбай ағаларымызды Легенда көріп, ғой. жайдарманға қызығып, жайдарман ойнадық қой. Ой, рахмет. Бірақ біз чемпион болып кеттік та. Иә, болыңдар. біз просто қызығып жүре бергенбіз ғой Біз қызығып 3-ші орын алдық. Дұрыс, ала беріңдер. 3-ші орын жақсы болсын. Тағы да алсаң. жалғыз мен ғана екен ғой мына жерде иә үштікке де ілінбегенше Жалғыз сен ғана қыста КВН көреді. Үйде көрген. Бұл КВН-де бір ойламаған жерден 3 чемпион болу деген не сұмдық деймін да мысалы. Өте ұят. Болып қалады. Мықты бірақ. Андай сезондасың ғой әлі ше. Ұят бірақ өте мықты шешім. Кеттік онда. Оқиғаның бір тақырыбын айтайын. Сіздер соның кімдікі екенін жалпы талдаймыз ғой ары қарай. Кеттік. Досымның кесірінен бір қыз мені сауатсыз деп ойлап қалды дейді. Міне керемет. Досы сауатсыз, өзі сауатты ғой сонда. Досымның кесірінен дейді. Досы сауат. Досы сауат? Мен дос қалай? Досы сауат. досының кесірінен Дұрыстап жазыңыз досының Досының. кесірінен Так, ол оқиға сенікі ау деп ойлаймын, өйткені сонда оқымысқа ұқсай ма бір? Жоқ. Айта берші, итакта соның сенікі сияқты болып қалды. мен құрастырып айтсам ше кеттік. Бұл оқиға бізде Манасқа екен. Менікі ғой. О, сенде десең. Сені кім сауатсыздығын көрсетіп жүр? Ал, Манас айтып берші ал. Мынандай болады ғой, бір 6-7 класс оқитын кезде бір андай агенттің қызып тұрған кезі ғой. Сөйтіп менде интернет көбінесе жоқ болып қала береді да. Ясыкінде емес. Алыста. Не тартып қала ма? Жоқ, жалпы единица жоқ та. Мегабайт. Мегабайт жоқ. Сөйтем да мен досыма айтам ғой. Давай мен сенің агентіңнен мен логин мен паролімді жазып беріп кетейін деймін да. И мен бір ұйғыр, бірақ сәл орысша сөйлейтін бір қызбен сөйлесіп жүргем ғой. Ұйғыр бірақ қазаққа ұқсай ма қатты? Сәл орысшалау сөйлейтін қызбен сөйлесіп жүргем ғой. Айтам, сонымен үйіңе бар да сөйлесе бер, короче. Мен ертесіне өзім оқып аламын деймін ғой анағанша. Сенің атыңнан сөйлесіп жатыр, иә? Иә, менің атынан мен болып сөйлеседі ғой ол. Мем болып па? Үйде жатыр, не деп сөйлесіп жатыр екен деп ше. Сөйтіп ертесіне барам. Сабаққа. Иә, барам да дос баладан телефон алам да, сөйлестің ба деймін, сөйлестім. Әкеш оқиыншы деп. Ойлашы, мен өзімнің біреумен сөйлескенімді Не туралы сөйлескеніңді білмейсің. оқып тұрмын ғой иә. Ой. Нормально тұр ғой. Айтшы. Сөйтіп сөйлескен, привет, как дела, отлично, как сам, анау бірдеңе. Анау дос баламның орысшасы өте нашар. Менікі де қатты емес, бірақ менікі анаған қарағанда сәл бар. Более-менее. Иә, более-менее. Сенікінен де Әрбір нашар. жабысқан бір-біріне десе. Сосын ана қызға сұрақ қойған ғой ол ше. Я красивый да деген ғой ана қызға ше. Кроссовкамен деген. Әдемі кроссовкамын ба? Сосын ана қызда түсінгенде да ты красивый деп ответ қайтарады ғой ол да ше. Бала түсінбейді. Бала түсінбейді, дальше сөйлесіп отырады. И сосын балапаным бірдеңе деп қолдыртқан ғой, короче, ана қызға ше. И ол балапаным деген түсінбейді да, че это такое деген сияқты ше. Общем, анау тұрады да, пофиг сөйлескен ғой енді. Не деп аударды екен балапанды? Маленький петух деген ғой. Иә. Анан көрем да жанып кетем ғой. Дос балам айтам ғой, жынсың ба, не сөйлескенсің? Нормально ғой, нормально сөйлесіп отырды ғой анау. И ана қызды
көрген сайын ана қыз маңғырып күледі ғой андай ше шашылып сен ше ба петух деп десең. содан кейін менде андай болды андай сәл орысшалау сөйлейтін қыздармен сөйлесу уже фобияға айналды ғой кәдімгідей ше. И сосын ойлап жүрдім, болды мен ертең болашақта да үйленсем де келіншегім таза қазақша сөйлейтін сондай қыз болады дедім да, бірақ түбінде сәл орысшалау қосып сөйлейтін сондай қызды өзім келіншегім қылып алдым ғой. Фобиям жеңіп. Ай молодец. Иә, қазір Қытайша сөйлей ма? қазір үйде бір маленький петухым бар. Ой, әдемі. Сондай. Сізде болған ба сондай бір агентке қатысты оқиғалар? Сізде сондай маленький петух болған ба? Бізде болды. Мен енді Үлкен петухтар болды. жоқ, біз ол кезде петухпен не істемейтінбіз. Біз Петух петухын білмейді. плацкартта Прическа ше. плацкартта келе жатқанбыз ғой, плацкарт пойызда. Yo, прическа Криштиану Роналду болып. мынау немене жағаласың? Короче, пойызда кетіп барадық, Астанаға бір жарысқа кетіп барадық, КВН-ге, маусым ашарға ма. Мен төменде, жоғарыда Асылхан командалас, менің досым бауырым. Капитан. Иә, капитан емес ол, Асылхан. Капитан Нұрлыбек. Ол просто игрок қой, ше. Шәкіртім ғой мен. Адам емес қой, барды жақтырмай. Андай сообщение дегендерді ондай қатты разбирать ете бермеймін, андай орысша жазу деген нәрселер ше. Мен бір қызбен общение ұстап жатырмын, бізді күтіп алады Астанадан. Иә, күтіп алады. Сосын андай еді ғой, қай қалада таныс қыздар бар, бір жолдан тамақ алу, андай авторитет болып қалады еді. Мен Тараздан бір қыз күтетін болды мені. Соған мен жазып жатырмын. Бірақ кішкене орысшалап жазды да ол, привет, бірдеңе. Мен соған кездесеміз дегенді орысша жазсам да, төбеде сөйтіп Асылхан қарап отыр, мен білмеймін, астында мен жазып отқан ғой. Оқып жатыр. Иә, төбеде жазып та мен құрамда сё дегенді басқаша жазып жүрген ғой. Сё. Сё деп. Төрт әріп па? Төрт әріп қылып жазып жүрген ғой. Сё деп жазып, білеміз де дедім да. Ионы машина салып жүрген. Йос. Сыңсыз кетіп қалдан уже кәдімгідей. Сондай қызық сәттер, ыңғайсыз сәттер болған енді. Күтіп алды ма сосын? Күтіп алды. Не салып берді? Дым жоқ десе. Бір қарасақ сё тұр десе. Ал келесі оқиғалар айтайын ба? Жоқ, сізде бар ма оқиғалар? Айта берсеңіз. Орысша көп менде. Иә, орысшадан. Бір күні мен енді той басқардым, орысша. Өмірімде бірінші рет. Қызылордада ма еще? Қызылордада. Өйткені бізде 2013-2014 Қазақша жүргізе береді Бізде Қызылордада орыстардың өзі қазақша сөйлеп сондай еді ғой жоқта. Ең қазақи. жоқ, маған түсіп қалғанын білмеймін, бір Гректер ма? таза орыстар түсті ау деймін маған ше, кәдімгідей таза орыстар. Санаулы орыстар. Иә, бірақ келіншегі қазақ. Бізде жалдап тұрған келіншек қазақ келіншек жалдап. Ұзатылу ма бұл? Жоқ, енемнің туған күні дейді көрші. Енемнің туған жасамақшымын. Біз өз кезде 2013-2014-те дуэт тамадалар хит еді ғой қалада ше. Бірдей костюм киіп алу дейтіндер ше. Нұрлан Ерлан Сипановтар. Примерно. Сонымен заказды аламыз. Жаңағы бізді жалдап отқан келіншек тұрады да, қайсың орысша басқарасың дейді ғой. Сәл-пәл бетсіздігім бар менің. Мен деймін ғой. 1 грамм орысша білмеймін. Мен дегеннің өзін қазақша айтқан ба? Мен. Ой, қазақ келіншек қой жалдап тұрған бізді. Түсінбейді екен мынау. Орысқа енді келеміз ғой. Сөйтеміз да заказ аламыз. Кім орысша басқарады? Мен басқарамын. Қанша тос болады? Осындай тос болады. Бірақ айттым мен. Бірден тақырыпты ашып аламын мен. Апай дедім, мен жалдап жатсыз ғой, енді түсінеміз. Екеуміз жалдап жатсыз, 100 мың аламыз. Бірақ мен полный вечер орысша басқаруды айта алмаймын. Кішкене 1-2 тос бере аламын, апай. Бола ма дедім. Болады, бірдеңе деді да. Қашан осындай оны деді. Сонымен сықиып киініп аламыз. Кіріп келатсақ ресторанға, прикинь, орыстар көтеріліп жатыр ғой. Апайдың подружкалары, бір қазақ жоқ қой, бір қазақ. Сол кезде дух, ұйқыдыр ғой. Кәсім жоқ, давай деп ше. Ана жаңа екеуміз алған заказ, жаңа жігітпен микрофонды осылай алысып тұрып, сен басқа да, мен басқа, сен басқа да, мен басқа. Уже дух кетіп қалған, родной. Дым. Ана жерде бір қазақ көрсе қуанайын деп тұрған ше. Бір сөзім түсінетін ше. Сонымен бір жаңа келіншектің тек Асылхан болып тұр ма? Все деген ба? Сонымен бір 2-3 апайдың жаңа келіншектің апалары келді. Бір 2-3 қазақ. Оған да қуандық ше, келді. Сонымен тұрмыз енді.
бізде обычно Қызылордада бишілер билейді да, андай живой калидр оқылады. И фанфармен сен шығу көресің обязательно. Өзіңіз де билеген сияқтысыз ше. Мен уже 4 жыл биде оқығам ғой. Қазір үйретем би десең. Алып кетем сен десең. Сонымен бізде или күліп алыңдар. Сонымен жаңа билеп болады да, бізде жетекшісі бәрі андай есіктің іргесінде тұрады өйстіп күтіп ше. Басқа ресторан алып кетеді ғой бишілердің. И бір кез музыка айтқан, давай фан қосшы шыға берейін деп. Уже шығу керек, төменде бізде рестораннан көтеріліп жаңа кеш иесін шақыруымыз керек. Ол қолында гүлімен келу керек та жаңа. Енесі. Ол енесін айтып беремін. Бір кезде тұрамда фанфар беріледі. Шығам, здравствуйте деп қоямын. Здравствуйте. Мұғалім құсап кіріп келдіңіз. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Болды, ары қарай қазақша ұрып жатсың ғой. Бүгін міне апайымыздың туған күні. Ендеше апай кеш иесін ортаға шақырайық. Аты да қиын ғой жаңа апай. Бар. Мен бар би деп шіреймін ғой. Аналар түсінбейді, көздері орыс қой, бәрі сап-сары. Бір кезде тұрамын, давайте. Бір апай айтты, бар. Я апай, соны апай шақырайық деп қойсын. Анам маймаң деп келді ғой. Сөйтіп келіп алып мына жерге тұрғызып қойып, апа туғаныңыз құтты болсын, 100-ге келіңіз, анда мынада қазақша орып алып, ана түсінбейді. Сөйтіп ана кісіні отырғызып жіберемін, бір тос қазақша кетеді, 2 тос қазақша кетеді, 3 тос қазақша кетіп жатыр. Ойын қазақша өтіп жатыр, ойлашы. Аналар түсінбейді. Бірақ шығып жатыр. Иә, шығып жатыр, подарок үшін шығып жатыр да. Бір кезде соңғы бір-екі тос қалған кезде маған жаңа мені жалдап жатқан келіншек айтады ғой. Ей, орысша бастағандың қайда? Орысша бастағандың. Уже ортасына келіп қаламыз ғой. Шым-шым айтады. Иә, шым-шым айтады. Ой, қазір сөйлейміз ғой, сөйлейміз. Үйреніп жатыр ғой, не болды жа деп. Сөйлейміз ғой. Қолында микрофон тұр. Бір кезде соңғы күйеуімнің достарына берші дейді ғой. Күйеуіңіздің аты кім дейді. Игорь деп жазып береді ғой маған. Сөйлеп жатыр ғой орысша, Игорь деп. Жоқ, Игорь деп жазып береді. Сонымен тұрамын да мен. Игорь болып айтылмады. Игорь. Иә, сен танисың ғой, иә? Соңғы айтып беремін Игорьды. Игорь деп жазып береді. Мен Игорь деп жазалды, қазақша жазған ғой мен. Шарқ қылпа. Игорь деп жазып береді. Ойын болды ма ол Игорь? Игра ғой негізі. Сөйтеді да, дорогие друзья, следующий тост автоматически аузыма шығып кетті енді ше, қыздар айып етпейсіз құлақтарын жауып қойыңыз. Следующий тост Йовры друзья деген ғой, ойлашы. Прикинь, ана достар гуд алады да. Йовр деп айтқам ғой. Йогур дегенде. Сонымен Йовр деп ана достар шықты да, короче. Жыртылып қалды. Жоқ, жыртылып қалды да, видео тосқа шықты. А что, он знает что ли деді ғой. Сондай тошқа бір сөз, Йовр сөз құтқарып жүрді сол жерде. Сол кеште өткізіп жібердік кәдімгідей. Сондай импровизаторым бар мен. Ал мен оқиғам осы. Күшті екен, орысша сөйлеп жүріңіздер негізі. Неше жастасыз примерно ол кезде? Ол кезде мен енді 24-23 шығар. Андай батылдыққа бару қиын ғой негізі, иә. Біреудің тойы ғой. Қай жастан бастап жүргізіңіз сонда? Мен КВН-ді қалай бастап келдім, мен тек чисто ойын тығатын тұғым. Ресторандарға ше, тамадалар, сен звондайсың, бір ойын тығып берші, сен звондайсың. Сөйтіп аралап ойынды пісіріп алатын тұғым. Бір күні Оралда Ғазиз ше, Назараударда, соның әпкесін ұзататуға барғанбызда, Ғазиз тұрады да, короче, бір ойын тығады ғой. Өзінің тойында, әпкесінің тойында ше. И сол тойды кәдімгі қарап отырмын ойын ше. Өйткені бізге ойын керек. Қызылордада. Ойын аз ба Қызылорда? Ойын. Өйткені маған керек болып тұр да, материал. Сонымен қарап отырмын. Қызылордада тек қыз қуу ғой. Короче, оның өзін шашар алмаған. Шашып жіберем тазик. Короче, тазик тұр да. Тазик. Кәдімгі қол жуатын тазик ше. Тазикпен құман тұр, аға. Соны сен күй балаға береді екен. Оларда сондай екен. Ырыма. Арға дәлші сен ұстайсың деген мағына екен да ол. Біз оны білмейміз ғой, бізде ондай жоқ Қызылордада. Күй балаға құрметтеу. Мен де естімеппін бірінші. Иә, вообще Оралда бар екен, ол система бар екен. Құрметтейді екен, короче. Мысалға, Манас күй балама, сен бажасысың ба, сен бересің. Арғай, иә, лезгинка билейді еще. Ойлаш. Ну, қазақтар ма? Оралда сондай тема бар. Прикинь, лезгинка билейді. И бәрі ақша салады ана легинге. Сөйтеді ана легенде ақшаны алады да. Брейктанс сияқты ғой, иә? Беташарды басқаша түсінетін. Сосын Ғазиз айтады ғой, короче, мен қаншама күйеу балдарды көрдім, мынандай легенге билеп жатқан бірінші рет көріп тұрмын деген сол сөзі
көп өткізді ана жерде. Мә, мынау ойын натуре Қызылорда керек екен. Ойлашы, дәл соны каркасымен снимать етіп аламын миыма. Қызылордаға түсем. Күйеу баламен бірге кетті. Тазик пазигдің мен. Сөйтем да Қызылордаға қыз ұзатуға барам. Ойымда ештеңе жоқ. Бірінші ойын свежий алып келген. Ана тамады білмейді. Қасында дуэтші. Мен Оралдан зор ойнап келдім қойсам. Айтпайсың еще қандай табипка бар екен. Қазір көресің, Тойдың ортасында таңғалсын деп тұр ғой. қазір көресің. Сонымен тұрамын да осындай Айгерім деген қарындасымызды алып отырған осында Нұрлан деген жігіт я. Осы Нұрланның енді бажасы бар ма екен? Бажасы деп бір завскладтан пример. Ет ұстап тұрған. Төрт ұстаған бір үлкен мужик келе жатыр ғой маған қарай. Ұрайын деп па? Мен сразу адамның қолына қараймын, жұдырығына ше. Кішкене қатты қысып тұрса жұдырықтар болса ерегісіп тұра беру керек. Дәу жалпақ болса оның жанынан шығуға тура келеді. Бүйтіп ше қалайсыз? Жаным аға қалайсыз деп қойып ше. И сөйтем да жаңа құманды берсем анау недовольный алады ғой. Мен айтып жатырмын да, ана сіз мынаған тапсырасыз, андай да мындай десем, алып, не серьезно қарап, анаған бер. Ойын уже жаймен иісі шығып жатыр уже. Мен өртеніп жатырмын біздің. бауырым жұдырығын көрсетші. Братан, жүрсеңші деп қоямын. Жүрмейді ғанау ше. Өтініш, жалынам. Болмаса сен тартып алшы. Сонымен ақырында ана ойын бытшыт шығады. Табипкасын айта алмаймын. Лизгинге билеген жоқ анау. Лизгинге болмаса уже бытшыт шыққан. Біздер тиынды салған жоқ анаған. Сөйтсем мұндай салт жоқ ғой бізде. Сөйтем да Одан алдым. ойымды осылай бітіремін де кәдімгідей. бір жағынан легенді құмар Оралға басам ресторанға шығып кетемін ғой. Қайсына апарып бересіз? Сөйтіп рестораннан шықсам, ресторан мынаяғынан шығып келіп тұр ғой, жаңағы завсклад ше, қолымды ұстайды ғой, қарасай. Қолымды қатты қысырап тұрды. Ей, клоун дейді оман. Клоун емес. Ей, клоун дейді оман. Ой, клоун. Несі братан деп жатырмын ғой. Не болып қалды братан деп жатырмын ғой. Ей, жаңа не қылдың сен бүкіл ағайын көзінше мені легенмен құман беріп. Ей, сен білесің ба мен қандай екенімді? Танисың ба мен? Мен клоун. Сен кетіп қалмашы дейді оман. Кетіп қалмашы сен деді. Болды, братан, болды. Ол уже біраз дұқталып тастайды ғой, кетіп қалмашы деген сөз. Болды ғой я. кетіп қалайын деп жүрсің ба шынымен ба? Мен уже басқа ресторанға кетіп барамын. Мен андаймын ғой, бір ойын тықтым ба, өтпеді ма, басқа ойын тығу керек уже. Уже басқа ресторан тамады звондап жатыр. Келсе деп ше. Ояқта биатлон оқытатсыз. Ояқ уже дайын тұр десең. Сөйтем басқа ресторанға кетіп қалған кезде ана бірінші тамады мыжиды ғой жаңа кісі ше. Тауып бер, ана тамада қайда? Андай мындай. Тамада қайда? Сонымен мен кетіп қалғанмын ғой енді. Сөйтіп келсем, ана тамадының настроениесі жоқ, қып-қызыл, ақшасын бермеген. Bir кезде уже жаймен бізде Қызылордада бандиттер де өте қатты көп қой, көп қайсысы бандит екенін білмей қаласың кейде. Жанымда жүрген бандит болып кете салады бізде. Бүйтіп араласып жүрген адам ше. Сөйтем да уже жаймен балдар жиналып жатыр. Біз уже ресторанның төбесінде тұрмыз, ана аппараттың жанында. Қарап, пердеден қарасақ уже жаймен олимпик киіп алғандар бізде көп қой. Машиналармен Олимпик кисе бандит қой. Кроссовка болса болды ғой. Сонымен келіп жатыр. И бір кезде тамадалар қайда деген іздестіріп отыр. Дауыстар шығып. Қатты шығып отыр. Ресторанды тағы да бір ресторан бар, кішкентай сал. Осында перденің артына тығылып қаламыз ғой. Есік ашты, пердеге тығылып қалды. Тувлиім шығып тұр короче. И анау шықты, тамада қайда? Біз көрмей қалды. Кетіп қалды. Жүрек деген дік. Сол рестораннан шығамыз да, анау яқтан барып такси ұстап қойшы. Сол кісіні айтайын ба? Ровно той болмай қалған уақыттарда бір әншілермен бардым. Ол кезде медицинский бар еді ғой, әншілер медицинскісін апарып беру, браттар еді ағаларымыз. Сол медицинскісін алып ресторан көтеріп кетсем, жаңа завсклад алдына шығып қалады ғой. Түріне қарамай кетіп қаласың. Сөйтсем, сол бізде Қызылордада той болса айналып жүре береді. Қызылордада өзі бір 90 адам тұрмай ма? Орыс жаңа йогур бар десең. Бар. Қызылорда той демекші. Бәрекелді. Бір әңгіме айтып жіберсем. Негізі сіз екеуміздің таныстығымыз 2019 жылы орын алған. Сіз біле білмейсіз бірақ оны.
Сенің ғана танысқаның, ә? менің ғана сіздер танысқаным. қонаққа шақырдыңыздар ма? 2019 жылы біздің дос баламыз үйленеді Аралда. бәрекелді. Сөйтіп барсақ сіз той басқарып жатыр екенсіз Ап, сол бәрекелді. жерде. И мен ол Жаңа жерде леген тағы Жоқ. болды. ол жерде Құмаңыз көріп қойған десе. Бір шет дәрет алып отырғансыз. сол жерде сіз би ойын ойнатасыз, короче. Ап, бәрекелді. Мен биге вообще игем келмейді, мен мойындайын оны. Сөйтіп жаңағы би ойын деп жаңа достар жағынан шығыңыз, достар жақтан шықсын деп сіз жаңа сөйтіп іздеп жатсыз. Сөйтіп біздің балалар ойбай деп мені итеріп қоймайды сөйтіп. Бір кезде Пысайдың өлеңін қосылды. Оппа, кәдімгі билеп шығамыз дейді. Деп андай ыңғайсыз шығып келатыр, короче. ебедейсіз. Иә, өте ебедейсіз. Көрсек қалай шыққан. Полный. Өлең бола ма? Айтып беремін. Сөйтіп шықтым да не істедік, бір билеттіңіз, короче. Ұмытып қалса. Сөйттіңіз Не істедік? Өте жер қып жібердіңіз ғой мен ана жерден ше. Соны айту үшін келдім десең. Жабысқа аттасың дейді. Мен папам десе. Клоун. Жо негізі бар ғой, той жүргізу өте қиын. Мен бұрын оңай деп ойлайтынмын асабалардың жұмысы. Сөйтіп біз Асқар деген досым бар. Екеуміз той жүргізетін боламыз ғой. Оппо. Міне басталды ғой. Дуэт қой, дуэт. Қызыл костюмі десе. Асқар маған қатты сеніп алған ғой, короче, андай сен сөздерді тез жаттайсың ғой деп ше. Сөйтіп ютубтан Хамитқа ғана сеніп барып жатсыңдар ма Тез тойға? жаттайтын адам деп ойлайсыздар ма? Текст тез жаттайтын адам. сөйтіп ютубтан андай тамадалардың жүргізгендерін көреміз бастан аяқ. Бір 4-5 той көріп сатық Топ ше. асаба дейсің. Иә. Туай братан шығады. Шығады. Бірінші. Бәрі Иә. шығады. Ойындарын аласың, бірақ легенда алмадық. Легенда албады. Легендарды қарадық. Сөйттік та біз еще музыкаларды өзіміз тоже бір 70 жақтан таза тойский әндерді жаздырып алдық бір флешкаге ше. Туш дейтін, фанфар дейтіндерді жаздырып алдық та. Сөйтіп не жүргіздік қой, бір кісінің 60 жасын ба сондайын жүргіздік қой. Сөйттім да мен шықтым да біріншісі ғой енді ше. Шығамда Алла десе беретін сыйғытты рахман нұры кеудесіне деймін да ұмытып қалам ғой. И оператор андай мен бүйтіп түсіріп тұр ғой. Қалғандары андай штативтермен тұрып, біреуі бүйтіп мен жанынан түсіріп тұр да 1 метр жерден бүйтіп маған қарап тұрды да. Брат, бірінші рет жүргізіп тұрсың ба дейді. Сөйтеді да жанып кетем, той иелері қарап отырғандар бәрі уже мынау что-то не то деп. Жаңағы оператор білетін сияқты жатқа текстін. Иә, ол менен жақсы біледі. Сөйтеді да Рахман нұры. одан кейін бірден не істерімді білмедім да. Молодец, красавчик деген қосылды ма? Сіздердің ұлдарыңыз Асқар деген жігіт өзінің әнін дайындап кепті. Сол әнін орындап берсе, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз әнде болсын деймін да кетем. Асқар, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Анау мынау бірдеңе той құтты болсын дейді. Плюс қой анау ше. Плюс кетеді. Жаңа ассалаумағалейкум дегенмен ана плюстегі дауыс вообще келмейді ғой. Анау басқа адамның әні ғой, короче. Анау басқа адамның дауысы ғой. Содан кейін шығамда тағы да бірдеңе айтамын да тағы да шатасайын деп қап шатаспай айтып уже үшіншісінен бастап ой бәрекелді дегенмен тойды бітірдік қой, прикинь. 1000 рет айттыңдар ма? Музыка да бітіп қалады екен ғой. 50 музыка жетпейді екен, оказывается, бір тойға ше. Мен ойлаймын, короче, жетеді екен деп ше. 50 музыкант емеспін ғой енді. Прикинь, әнді қосасың ғой, анау таңдаған музыкаң анау ресторанда онша емес болып естіледі, короче ше. Қандай жерге барғансың? Сол бірінші рет андай прям өзімізге қатты уверенно болып шығып кеткенбіз ғой. Содан кейін акустика жоқ деймін. Тамақта бифаспен турай ма? Содан кейін той жүргізбедік та, одан кейін асабалардың жұмысы өте қиын екен түсіндім сол кезде. Ол қиын. Мына тойдың видеосын көргім келіп отыр. Бұл жоқ походу. Біздің басты неге өтейді иә? Түрмеде КВН ойнағанбыз дейді. Түрмеде. Бізде де ойнағанбыз. Екеуміздің оқиғамыз. Иә, екеуі бірге ойнаған. Диас айтып көрсіңдер. Бірақ мен өткізгем бұны тексерістен жаңа. В общем, мен бар,
ас сүйік бар, тағы 1-2 бала бар, короче. Сөйтіп, андай жиналып әр командадан құрастырылып. түрмеде КВН ойнайсыңдар деді ғой, короче. Басшылықтан. Андай Басшылық болғанда Жоқ, Ердос ол кезде Оралбеков андай айтты. Ердос Оралбеков деген Алматы филиалының орынбасары. Иә, сол кісілер Тапсырма берді. иә, енді ол кезде отказ бере алмайсың, потому что өзіміз енді өсіп келе жатқанбыз, по-любому бару керексің, орындау Иә, керексің. И қызық та болды ғой Иә, өзімізге. өзімізге де жүріс болды. Бардық, кіргеннен бастап қорқынышты басталды ғой анау. Телефонды өткіздік, уже іштен мен бәрін алып тексеріп жатыр, үстін тексереді, аны тексереді, мынаны тексереді. Шутканы тексерген жоқ, құдайға шүкір. Опасный шутка бар еді десең. Иә, сөйтіп сотканы бәрін өткізіп кеттік бір кезде. Адам өлтіретін шүттіклер бар. Әлі жете алмай келе жатыр, главный кіретін жеріне ше, бір забордан өттік, 2 забордан жүр. Есік көп қой. Иә, есік көп. Сөйтті да, главный есік ашылды ғой, деп забор ше, кинодағыдай ше. Сөйтіп кірсек, ана көп балаларды көрдік жүрген, ана киімде, неде. И ана кинодағыдай. Американский киноларда таксофон ба не? Телефон бүйтіп тұрған ғой, бүйтіп бізді көрді. Кинодағыдай бүйтіп қойды ғой ананы ше. Телефон, есінде жоқ телефон. Қандайлар болды ғой, просто түсіп салбырап бүйтіп тұратын ше. Иә. Бәрі бүйтіп қарайды. Анадан жүрек қалып қойды кәдімгідей ше. Тек сендерге қарайды. Иә, біз новый адамдармыз ғой. Ол жерде әншілер басқа жоқ па? Тек КВН ба? Жаңа дейді, 2 команда алып барады. Казатка. 2 команда алып. Біз Эверест пен Энерго қосылғанбыз. И Казатка деген бір команда бар. Ол шіреді десе. Жоқ, оның выступлениесін айтып беремін. Сөйтеді да, сөйтіп қорқып бір бәлеға өтеміз. И уже шығып, уже ойнайын деп жатыр. Андай жерде отыр, жаңағы нелердің бәрін заключенный деп сөйлейміз ба, қалай сөйлейміз? Түрмедегі жандар. Иә, түрмедегі жандар. Бәрі отыр. Күн Бәрін санаушылар. қоршап алған ғой. Күн санаушылар. Күн санаушылар. Бәрін қоршатып қойған жаңағы нелермен ше. Охранниктермен ба деп. Іштеге таппай жатсақ ше. Не деп айтатын еді деп мен. Сөйтіп бәрі қоршап тұр. Мақтамен Біз келе жатқан кезде тұрамыз деді, короче. Біз келе жатқан кезде тұрды, бәрі сәлем берді, сөйтіп амандасты, типа, отырамыз деді. Ана түрлері суық, короче, бүйтіп. И бізден бұрын, короче, Казатка бастады ғой, короче, Казатка бастады. Иә, соттың балалары деген команда. Казатка бастады. Казатка құрамасы бізге түсіңіздер деп кетті. Бізде ұзақ отпайсыздар деп. Тез шығасыңдар десе. Нишанлар 18-ге толмаған балалар ғой как раз. Сөйтті да біз шықтық бір кезде. Біз шықтық та, бізде қатты айырған жоқ. Бізде кірдік, бірақ біз қаттан да күлдірген жоқ. Болады средний бұлай. Күлдіргенде ана жерде күліп отқан медсестра и сотрудниктар ғой. Шартылып күліп, далаға шығып келіп жүргендер ғой, андай ше бостандықта жүрген. уайымы жоқтар. Соларға өтіп жатсыңдар. Солар айырып жатыр ғой. Соларға өтіп жатыр. Сөйтеді да бір кезде не бітті? КВН бітті, в общем. Сөйтті. Бұл басқа ештеңе жоқ, өлең-пөлең ештеңе жоқ. Сөйтіп тұрды да бір кезде типа 2 команда келіп тұрдық, типа өздері сөз сөйлеп жатыр, ана бастықтар бірдеңе. Ұзақ болып кетті, бітпей кетті, короче. Сөйтіп тұрдық та іш пысып кетті, короче. Сөйтсек анадай жерде бірінші қатарда Ердос аға отыр. Артында заключенныйлар отыр ғой. Сөйтіп мына тентек ба дейді, короче. Ердос аға пышақ дейді ғой, короче. Ана кісі йогам орнынан тұрып шошыған көрсеңіз, ана кісінше. Сөйтті да орнынан сұмдық тұрып шошып, сол жерде сөйтіп өнер көрсетіп қайтқанымыз бар. Өте тамаша. Өте негізі түрме Өте тамаша ше. Енді оларда күлу керек. Жаңа жоқ, түрмеде ойнадық дедіңіз ғой. Көп болған сияқты. Сол қысқаша. Жоқ, мен түрмеде біз КВН ойнаған жоқпыз. Бізде андай ғой, университетте активистер жинап, білесің, ішінде бишіде, әншіде, КВНде, анау. Мен бұл жолы бимен бардым. Түрмеге билеуге бардым. Ойла. Түрмені билеуге ма? Сөйтіп билеп көзім түсіп қалады ғой таныс жігітке ше. Оны мен түрмеде отқан білмеймін, прикинь. Бірақ біз бір ауылда өскенбіз да, Тасбөгет деген жерде ше, Тасбөгет деген. Билеп көзім ілініп қалады жаңа жігітке. Ана бүйтіп қарап отыр да. Сөйтіп билеп болдым да, формуланы тастап ана жігітке барам ғой мен ше. Мына жақта концерт болып жатыр. Сөйтем да анаумен танысып, "Че, братан, че, қай жақтасың ба не?" деп қоясың ғой. Қашаннан берді қоясың ғой. Мен бля, брат, естімеппін деп қоясың ғой. Жүр деп анау қатысын көрсетеді ғой. Арылап жүрмін, отыр мен ойлашы. Ана комнаты көрсетіп, мынаның ішінде холодильник бар, мынаның ішінде телевизор, мынандай кілемдер бар. Кесең болады. Жағдай 4 шалар. Квартплат төлемейсің ғой. Ол жігіт айтсашы, не істеп жүрсің билеп? Нормально тірлікпен айналыспайсың ба деймін. Кел қасыма биле десе. Орын бар. Айттым ғой, любой жерде көріп қалуға болады Құттыбайға. Жоқ, шынымен де енді
4 жыл биде оқығаннан кейін енді бимен барып тұрып қой енді уже. Енді неше түрлі бидің де қызықты хикаялар өте көп енді ше. Келесі оқиғаның тақырыбы бар. Сынықшыдағы сатира дейді. мынау бір көріністің тақырыбы сияқты. Сонымен астында бейтіп шығатын ба? Иә. Авторы Жүсіп Ақшора. Енді бұл Асфендияр ғана қалды. Асфендияр енді өзің. ұр енді Бұл сон. оқиға андай бір қатты қызық емес, сәл демалып алыңыздар. Сол үшін айтып берейін деп отырмын осы жерде. Мектепте ғой. Мектеп кезде андай болмайтын еді сендерде. Тебісіп ойнайтын звонокта. Тебісіп ойнаймыз ғой. Арттан ба? А? Арттан. Жоқ, жалпы Иә, секіріп жалпы. теуіп, айналып теуіп, Аяқтан, арттан. Жылқыларда И болады ғой. бір класстасыммен тебісіп ойнап жатамыз да. тай құландай ма? Тай құлындай. Тай құландай. Құлан Жабайы магазин қылды ба ғой бірдеңе бізде. бар еді ғой, иә? Манас. Сөйтіп ойнап жатамыз да уже эшиш деп сәй ерексе бастадық қойшым. Тебістің соңы уже Тебістің кетіп соңы баратыр, иә? Теріс болды ғой. Серьезно төбелес болып кетті. Иә, төбелес болып кетті. И бір-біріміз төбелесіп ұрып атырық, короче. И ажыратып алды мұғалімдер. И сабақта отырсам, что-то қолым ауырады, короче. Жай іси бастады ғой. Андай өсіп кетті. Сонымен үйге қайтам. Үйге келсем, пахан сұрайды. Не болған қолыңа? Құлап қалдым. Қой, өтірік айтпа, бірдеңе болған. Шынымен құлап қалдым, есікке ұрып алдым. Ошым сенгендей болды, короче, пахан. Сөйтіп, мынауың қолыңа шыққан или сынған, короче. Сынықшыға барайық деді ғой. Сөйтіп сынықшыға алып барды. Ауылда бірақ сынықшы бар. Сынықшыға енді кеп тұрған кезде сынықшыдан жаңағы класстасым шығып келе жатыр бірінші. Жестко ұсталып қалғансың ғой. Оныкі бірінші сынған ба? Оның папасы үйге ертерек барған ғой, короче. Папасының машинасы бар еді неше оның. Біз жаяу келдік та. Бізде мен Осындай история. Получается, сен бірінші ұрған болып тұрсың ғой оны. Жоқ, сонда оның да қолы сынған Иә, или иә. шыққан болып тұр ғой, иә? бүйтіп ұрған сияқты. Қолмен қолма кел деп. Тебістің арты қолыс болған ғой. Қолыс. Жоқ, мен төбелес, жаңағы мектепте район деген нәрселерде мен аулақпын негізі. Мен әженің баласы болғаннан кейін ба, ондай қатты бізге бір сызық сызып береді, сонымен жүреміз, сонымен қайтамыз негізі. Бір Тасбөгеттің ішінде 3-4 район бар, ойлаңызшы. Бір 3-4 район болады. Мынаяғы центр, мынаяғы бірдеңе деген сияқты. Біз өзіміз Бамбиде тұрамыз. Бамби деген білет шығасыз, Индияда Бамби. Аха, біз қара төсемен билегіміз көшеде. Неге сол биші мен содан басқа митқұн көшім болған десең. Сонымен көшеде енді билемесек те әйтеуір жаңағы Бамби мен общем центр Сырдария деген район қырлайын деп жатыр. Мектеп кезінде біздің жаңағы класстың балдар бізде небір жаңағы жындылар десе болады. Бәрі қорымен класстың жігіттері айтып, жүріңдер кеттік деді, көрші. Бәрі шығып барадық, сабақтан кетіп барады. Мен айтам да, қайтып барады мен негізі сабаққа. Үйге. Сызықпен. Әшейін. Былай мына жақта төбелесіп жатыр өздері, көшемен көше ар деп. Мен жолдың жиегімен қайтып баратыр. Соны мені кім көріп қалды десе, білмеймін ғой. Үйге барып өздерімен өздері төбелесіп жатыр негізі. Мен қатысым жоқ, дым. Жанынан өтіп барады мен біраз. Жанынан өтіп үйге кіріп кеткем. Сағат кешкі 6-та апайым келіп тұр, саламатсыз ба, сен төбелеспісің дейді. Ойбай дедім. Ойбай көтек сөйтсем, ана мектепте шыққан, ауыздан шыққан адамның бәрін тізген көрші. Мына біз жақтан біреу ұсталып қалған, ана жақтан біреу ұсталып қалған, ана жақта кімдер болған біреу тізген, мына жақтан кімдер бар, кім көшеде. Әр тарапта бір терпил адам ба? Иә, ол үшін бәріміз жүрміз. Мен танымаймын аналардың ішінде. Бәріміз тордың ішінде жатырмыз. Ойлашы. Тордың? Иә, тор. Өрмекшін торы. Мен Человек паук десең. Сонымен жаңа түрме сияқты бірдеңелер бар сонда, решетка бар, не? Соның ішінде жатырмыз, топырлап, ана жаңа көрші районның балдарымен бірге жатырмыз. Сен болдың ба дейді менен, маған айтады. Районда жаңа төбелесте сен болдың ба дейді. Мен білмеймін деп, мен кім танымаймын бір-бірімен. Қарын деген ашып тұр, сағат 2-де отырып түнгі. Мамалар деген настроениелер түсіп айқайлайды, білесің ғой? Сен Бақаның ғана мамасы бар құсап тұрады. Бізде де бар мама. Иә, айқайлайды. Обычно айқайлайды ғой, кешкісің, 2-ге дейін, түнгі 2-ге дейін ағып жүрсің деген әңгіме ғой. Үйге бір сызықпен кіріп жүрген адам түнгі 2-де келіп тұр, ойлашы. Ментке ұсталып қалғанмын. Еще анда менттен сұрап жатыр, мен балам ұрған ба, ұрды ма еді, андай ұрды ма біреуді десе, біз менттер сұрап жатыр да, енді айтып жатыр.
жоқ бұл балаңыз районда болған жаңа неде ұстаған темір ұстаған дей ма бірдеңе деп ұрып жатыр. Мен айтамын мен вообще ұрған жоқпын, біреуге саусағым тиген де жоқ, мен танымаймын. еще ол кезде сенбейді де ғой мамаңыз ондай. Мен просто билеп қайттым деп. Мамамның ана несі кішкене қалтасынан нан әкеліп беріп тұр ғой, мен тордың ішінде тұрып жүрмін. Ойлашы, бүйтіп нан беріп тұр ғой маған балам дейді ғой. Мынандай. Ана нанды жеп тұрмын. Мен айтамын да мамаға айтамын, мен ұрған жоқ, мына ұрды ма деп бүкіл ағайынға сұрап. Ұрдың, же. намысын деп қояды. Карлак дейтін лагерь сияқты елестеп жатыр маған. Кішкене нан жеп айтып мамам сол кезде қуанып қалғанбыз. Мен бірақ енді бұзық емеспін негізі өмірде. Үйден жеп шығып едіңіз тамақ. Сен енді азында алып тасталып, кешкі сағат алып тасталып, 2-де шығып тұрсың ғой түрмеден. Түрмеде деп қойды ма, құдай сақтасын. Түнгі 2-де ма? Иә, түнгі 2-де. Соған ана бәрінен не алып жатыр ғой. Кешкі 6-да жеу керек еді. Арыз жазып жатыр ғой, жаңа бәрі шын түсініктеме алып жатыр ғой бәрінен. Каждыйынан. Сондай қызықты сәттер өткен. Енді біздер спектакльден би сабағында оқып жүрген театрмен қатар алып жүрдік та, бізде диплом жасайды болады. Жылма-жыл. Бәрінде болады ол. Иә, дипломын жасайды да, бір спектакль қоямыз. Бәріміз ше, бір спектакль. Ол 1000-1100 жылғы келатқан спектакль. Содан бері келеді. Иә, Ромео мен Джульетта сияқты спектакль. Қозғырпеш баян сұлу ма? Иә, ол қазақша үлгі жоқ. Еңлік кебек. Ойбай, бәрін айтсаңызшы. Қалқан мама. Бәрін ойнай берді. Сөйтіп та жаңағы қыз жібек пен төлеген сияқты деген ғой, Ромео мен Джульетта сияқты. Қыз тұрады да өзіне пышақ тығады да, қыз негізі өйтіп өліп қалу керек, пышақты суырып ше. Аккуратно ма? Аха, мен ол пышақты алып өзіме тығып, мен де өліп қалуым керек. Сөйтіп спектакль біту керек, короче. Түсіндіңіз ба? Ана сахна жабылу керек. Ана жерде отқан әділ қазылар бәрі біліп отыр. Қалай біту керек спектакль? Негізі олай бітпейтін еді ғой деп әңгіме. Сөйтіп жаңағы менің партнер қызым ойнайды ғой жаңағы. Махаббатсыз өмір ме? Бірдеңе. И бір кезде ана бізде үлкен тұлғалы кісілер болады театрда. Ана Тұңғышбай Жаманқұлов деген сияқты кісілер отырып қалады ғой бір жюриде. Сол қыз көрді да ана біреуді ше жаңағы жюриде отқан. Патер болып өліп қалды. Жаңағы дос балаңыз көріп қалғандай ғой түрмеден. Деп көріп қалды да пышақты суырмай. Иә. Сойгенше өліп қалды. Осылайша ойлашы. Осылай өліп қалады, осылай. Пышақты алуға да ыңғайсыз ба? Енді ана патері ақ кетіп тұр ғой ана бір жюриді көргеннен кейін. Мен шығайын деп жатырмын ғой мына жақтан ше. Өлу керек. Бәрі біліп отыр, мынау қалай болады екен. Пышақ мына жақта тұр. Қалай өлер екен деп тұр ғой. Сөйтем да мен тұрамын да махаббатсыз өмір ме, бірдеңе тексттер бар енді. Ана мынау іздеп жүрмін ғой пышақты. Таппаймын ғой пышақты. Ойлашы, свет кішкене қараңғылау ғой енді. Бірдеңе. Қыздан аттап қоямын ше. Жоқ, пышақ. Пышақ болса өзіңе тығып өліп қалу керек қой. Бәрі біледі. Махаббатсыз өмір ме? Өз-өзіме қол жамсайды өліп қаласың. Басты ма? Өз-өзіме қол жамсайды. Сөйтіп сахна жабылады ғой. Спектакль жұртса спектакль. Импровизация ғой бұл. Басқа вариант жоқ енді, не істеймін? Пышақ мына жақта қалып тұр. Оны ала алмайсың ғой, жатып алып ше. Сразу өлтіріп жүргенсің ғой. Жай ма? Махаббатсыз өмір ме? Көп жерден жақсы шығады екенсіз негізі. Осындай менің әзілдерім бар енді кішкене. Өте күшті. Керемет шығарылым болды, иә. Ең топовый шығарылымдардың бірі болды, иә. Әлемдегі ең Иә. Мына спектакльге сеніп отырсыңдар ғой, иә негізі? Жоқ, жалпы мен өмірімнің басында өткен оқиға, мен серьезно айтып. Шынымен Әйтпесе болған. пышақ тығып аламын қазір. Әлі жатырмадыңыздар. Тұр десең. Тұр қайтамыз десең. Қыз леген бәрін жинап алып. Жүр қайтамыз деп кетіп бардық. Рахмет Құттыбайға. Мен шақырсыңдаршы. Осы хихикая жобасына бізде ондай бір шарт жоқ қой, бір қонақ бір рет қана келу сериал керек қылуға дейді. болады. Келесі выпуск басталды келесі. Иә, осында отыра берсең де болады дейсіз, что. Ертең келеміз. Рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Құттыбай ағамыз, Қорқыт құрамасы. Осымен тағы бір шығарылым өз мәресіне жетті. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Ол арнаның дамуына көмектеседі. Келесі кездескенше. Рахмет.